Сәлем Толқын. Қалың қалай? Сәлеметсіз бе? Сен әрекетпегенсің бені. Мені кетеді деп естіп пе едіңіз? Жоқ, естімедім. Бірақ логикаға сүйенетін болсақ, сен бұл үйде бір сәтке де қала алмайсың. Солай ма? Сіздің логикаңызға сүйене алмайды екенбіз. Өте қауіпті. Не десең де бәрібір. Мен мақсатыма жеттім. Сенен бұрын. Құттықтаймын. Рахмет. Қанша ғадеттегідей сені аяп осы үйде қалдырған-ау деймін. Түсінемін, және де қайнатамның пікіріне қосыламын. Ешкімің түгің жоқ. Қайда қыңғисың? Мен жалғыз емеспін, мирасым бар. Мүгедегенің ба? Ой, кешір өтінем. Ұмытып қалыппын ғой. Нағыз арқа сүйер азамат. Е, дұрыс. Негіз Толқын. Сен ақылдысың. Біреуге көмектесші, берші. Мен сондай бейшарамын деп мүрәйімси бергенше, өз күніңді өзің көр. Және де өзіңнің ініңді арқа тұт. Сіз маған кедергі жасап тұрсыз. Айтпақшы, естуім бойынша сен өзіңе ең үлкен бөлмені алып алыпсың ғой. Бірақ ол бөлме біздің болашақ баламыздың бөлмесі болу керек. Біраз уақыттан кейін баланың жынысын біліп алып, сол бөлмеге жөндеу жұмыстарын жүргізіп, дайындай бастаймыз. Өкінішті, сен ол кезде болмайсың. Бұйырса деген сөз дұрыс болады деп айтушы еді анашым. Дұрыс айтасың, Толқын. Сен де сол сөзді ұмытпа. Келесі жолы өзіңе бай біреуді тауып алып, соған Құдай бұйырса күйеуге шығамын деп айтуды ұмытпа, я? Құдай соны бұйырсын. Аумин, бұйырсын. Айтпақшы, Толқын, мына чемодандарымды Алидің бөлмесіне апаршы. Өзің түсінесің ғой. Маған ауыр көтеруге болмайды. Маған да ауыр көтеруге болмайды. Өз заттарыңызды өзіңіз апарып беріңіз. Бұл үйде келінді олай еркелетпейді. Жаным-ау, Алидің бөлмесіне көшетініме ренжіп тұрсың ба? Толқын, түсінші. Али менің болашақ күйеуім. Және де біздің баламыздың әкесі. Жас жұбайлар бірге болу керек. Өзің түсінесің ғой, е? Дәл солай. Ақылың көп екен.